Жүрек неге қатты соғып кетеді? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Кейде адам қозғалыссыз жатқан сәттерінде де жүрегі тарсылдап соғып, дабыл қағып жатқандай көрінеді. Мұндай симптомдар бойынан байқалған адам ең алдымен әрине тексерістен өткені абзал. Себебі кейде жүректің шектен тыс қатты соғуы түрлі қатерлі аурулардың алғашқы белгісі болуы мүмкін. Эзофагит, стеноз, дивертикулдар, өңеш обырын болдырмау үшін тексерістен өту керек. Қалғанша безімен жүректі тексеру қажет. Кеудедегі соғыс остеохондрозның белгісі немесе нервтік асқын кернеу және бадам ауру симптомы болуына мүмкін. Күшті жүрек соғуы бұл жиі кездесетін құбылыс. Кейбіреулер оларды жағымсыз және қауіпті симптомдармен табады. Алайда олар өмірге қауіп төндіретін жүрек ауруларын сирек көрсетеді. Жүрек тамыр ауруларынсыз көптеген адамдарда да күшті жүрек соғуы пайда болады. Қалыпты жағдайда адам жүрек соғысы байқай бермейді. Дегенмен, адамда кейде белгілі бір күйде жүректің қатты соғуы қалыпты жағдай. Мұндай жылдам күшті соққылар жүректің қалыпты реакциясы, синустық тахикардия. Себептері мынадай болуы ықтимал: физикалық жүктеме, күшті эмоциялар, қорқыныш, ауырсыну, қатты нысанды элементтердің төмен саны, анемия, төмен қан қысымы, қызу көтерілу. Басқа жағдайларда күшті жүрек соғу ырғағының бұзылуы аритмиямен байланысты. Жүрек соғуының барлық жағдайлары жүрек ауруына байланысты емес. Қатты жүрек соғуымен бірге жүретін белгілі бір симптомдар мен белгілі кейде алаңдаушылықтар тудырады. Егер де төмендегідей белгілер байқалса, жедел жәрдемге хабарласыңыз. Қабыну алдындағы жай күйі немесе талуы, қысым немесе кеуде ауруы, тыныс алудың қиындауы, пульс жиілігі 120-дан астам немесе минутына 45-тен кем болуы, қалтырау, есінен тану мен отбасында жүрек талмасынан қайтқан адам болған жағдайда. Симптомдар физикалық жүктеме кезінде пайда болып, есінен тануға, күрт әлсіреуге алып келсе, дәрігерге хабарласуды кейінге қалдырмаңыз. Жүрек қан тамырлар жүйесіне пайдалы 4 өнімді білесіз бе? Дұрыс тамақтану жүрек пен қан тамырлары дұрыс жұмысын қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі. Түркия басылымында жарияланған мақалада кардиология саласының маманы доцент Ахмет Карабулут жүрек жұмысын жақсартатын өнімдерді атады. Ең алдымен жүзім, қарға және қызыл жүзім ең пайдалысы саналады. Бұл жемістің әсіресе тамырларға пайдасы зор. Ол қан қысымын төмендетіп, жүрек талмасының алдын алады. Қызыл жүзімді дәнегімен бірге жеген абзал. Екінші анар. Бұл жеміс жүрек, тамырлардың жұмысын жақсартады, жаман холестерин көлемін азайтады. Маман күніне 1 дана анар немесе 1 стакан анар шырынын ішуге кеңес береді. Үшінші құрма. Ол қан қысымын қалыпқа келтіріп, атеросклерозбен күресуге көмектеседі. Холестерин деңгейін бақылауда ұстайды. Төртінші сардина балығы. Балықтың бұл түрін тұрақты жеу тромбтардың пайда болуының алдын алады. Оны тұмша пеште немесе грильде пісірген дұрыс. Жүрек қан тамыры аурулары әлемнің көптеген дамыған елдерінде денсаулық сақтаудың басты проблемаларының біріне айналып жатыр. Ол көбіне ересек адамдарды не мүгедектікке шалдықтырады, немесе өлімге әкеп соқтырады. Жалпы өлім жітімнің 52%-ын жүрек қан тамырлары аурулары құрайды. Еуропада жыл сайын осы ауру салдарынан шамамен 3 миллион адам қайтыс болса, Ресейде 1 миллион, ал Қазақстанда 80 мың кісі осы аурудан көз жұмады екен. Жүрек қан тамыры ауруларына әкеліп соқтыратын басты себептер қандай? Басты себеп адамдардың өз денсаулығына көңіл бөлмеуінен, сонымен қатар жағымсыз экологияның да салдары жетерлік. Әсіресе соңғы жылдары инфаркт пен инсульттен болатын өлім тым жиілеп барады. Бұл ауруды үй жағдайында емдеу және оның алдын алудың 3 тәсілін назарларыңызға ұсынамыз. Біріншісі, алмұрттың жемісін кептіріп, ұнтақтап, соның 300 грамын жарты килограмм балға араластырыңыз. Осы қосындының 1 шай қасығын күніне 3 рет жеп жүрсе, жүрек ауруларының барлық түріне, сондай-ақ бауыр, көкбауыр ауруларына бірден-бір ем болып табылады. Екіншісі, анардың шырынын күнделікті ішіп жүрсе, жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартып, асқазанның түрлі гастритіне ем болады. Көздің қуатын молайтып, адамның тәбетін ашады. Үшіншісі, кепкен алманы қансыз қайнатып, үнемі сусын орнына ішіп жүрсе, қан тамырларының қабырғасына қатқан қақты ертіп, қан жүрісін қалыпқа келтіреді. Сондай-ақ көздің болатын молайтып,
тістің босағанын бекітеді. Қызыл өңештің асқазанның ішектің ішкі кілегей қабатын жетілдіреді. Адам бойын сергітіп қуат береді. Бауырдың, қуықтың, көк бауырдың жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жүрек ауруының емі таңғы уақыттағы құлшылық. Таңғы құлшылық жүрек ауруларының алдын алады. Күнделікті оқып жүру жүрек ауруының алдын алып, артеросклероздан сақтайды. Иордания дәрігерлерінің айтуы бойынша, жүрек қан тамырлары ауруларының басты себебі тым ұзақ ұйқы. 8 сағаттан артық болып табылады. Ұйқы кезінде адам жүрегі минутына 50 соғысқа дейін азаятын көрінеді. Қалыпты жағдайда минутына 60-70 соғады. Ал жүрек соғысының баяулауы өз кезегінде қан айналымды қиындатып, қан тамырының бітелуіне, жүрек бұлшықетінің әлсіреуіне әкеп соғады. Нәтижесінде инсульт пен инфаркт пайда болады. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін ұйқы уақытының аралығында үзіліс жасап тұрған жөн. 4 сағаттық ұйқыдан соң, тым болмаса 15 минутқа оянып, қандай да бір қозғалыстар жасаған дұрыс. Ал оны қамтамасыз ететін таңғы құлшылығыңыз. Жалпы, таңғы уақыттағы құлшылық біздің әрі денсаулығымызға тигізер пайдасы да орасан зор. Ең бастысы парызымыз. Осы кеңестерді күнделікті қолдану арқылы сіз өзіңізді инфаркт пен инсульттан сақтандыра аласыз. Керек арнасын қарай жүріңіз. Жүрек ағзадағы ең маңызды ағза екенін бәріміз де білеміз. Бірақ бұл мүше туралы көпшілік біле бермейтін ең қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамыз. Жүрек күніне 100 000 рет тоқтаусыз соғады. Адамның ағзасында ең көп жұмыс атқаратын мүше ол жүрек. Түшкіру кезінде адамның жүрегінің соғуы тоқтап тұрады. Жүректің күнделікті беретін қуатына автокөлікпен 32 км жол жүруге болады. Әйелдердің жүрегі еркектерге қарағанда тез ұрады. Жүректің көлемін білгіңіз келсе, 2 жұдырықты біріктіріңіз. Бұл сіздің жүрегіңіздің өлшемі. Оның салмағы орта есеппен алғанда 280 грамм. Адамның жүрегі дененің дәл сол жағында емес, шын мәнінде ол кеуденің ортасына қарай орналасады. Дәрігерлер жыныстық қатынас жүрекке пайдалы әсерін тигізеді деген мәлімдеме жасады. Жүректің ісігі өте сирек кездесетін ауру. Адамның оң қолындағы қан қысымы сол қолдан жоғары болады. Жүрек өздігінен электрлік импульстар шығара алады. Сол себептен оны адамдардың денесінен бөліп тастаса, ол біраз уақытқа дейін соғып тұрады. Жүрек 75 триллион жасушаны қанмен қамтамасыз етеді. Қан тек қана көзге бармайды. Қанның 5% жүрекке, 15-20% миға, ал 22% бүйрекке беріледі. Статистика бойынша жүрек инфаркты ең жиі болатын күні дүйсенбі күні екен. Адамзат тарихында жүректің ауруынан қайтыс болған адамдардың саны барлық соғыстарда қаза болған адамдардың санынан әлде қайда көп. Эмбрионның жүрегі жүктіліктің 4-ші аптасынан бастап соғады. Стетоскопты француз дәрігері Рене Лайенек ойлап тапты. Жүректің жұмысын жақсартудың ең керемет жолы күлкі. Қадірлі көрермендер, әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін.